Қайырлы күн достар, бүгін біз таргетинг туралы ақпарат меңгеретін боламыз. Таргетингті қалай жасау керектігі, таргетинг не екенін бүгінгі сабақтан білетін боласыздар. Таргетинг бұл маркетинг құралдарының бірі болып табылады. Таргетинг осы құралдар, маркетинг құралдарының ішінде ең көп және де аз ақшаға, аз бюджетке көп клиент әкелудің құралы болып табылады. Таргетингтің ең басты минусы бұл суық клиент, яғни сіздің жарнамаңызды Инстаграмда, Фейсбукта болсын, сіздің жарнамаңызды адамдар бірінші рет көріп тұрғандықтан ол адамдар сізге суық болып табылады. Таргетингті бомба деп қарастыруға болады. Не себепті? Себебі сіз аз уақыттың ішінде, бір қарапайым мысалға, менің өзімде қандай кейс болған, 4000 теңгеге 450 заявка алып келдім. Бұты бойынша дайындау орталығына бір күннің ішінде 450 адам 450 лид, 450 заявка алып келген болатын. Яғни 4000 теңгеге, яғни әрбір лидтің бағасы шамамен қанша? 10 теңгеден төмен. Енді таргетингтің өзіне толық анықтама беріп кетейік. Таргетинг ол сіздің өзіңіздің кәсібіңіздің дәл аудиторияға түсу мүмкіндігін беретін құрал болып табылады. Яғни таргет ағылшынша тілден аударған кезде цель бізге мақсат деген мағынаны білдіреді. Яғни сіз қандай да бір саламен айналысып жатырсыз, мысалға квартира ремонт жасайсыз, немесе өзіңіздің жеке блогыңыз бар, блог жүргізесіз, мысалы Инстаграм жүргізу бойынша блог жүргізесіз, сәйкесінше сіздің аудиторияңыз кімдер? Маркетингке қызығатын адамдар, одан кейін жалпы кәсіпке енді аяқ басып келе жатқан адамдар, кәсіпкерлер, өзінің кәсібін барынша Инстаграмға шығарғысы келетін адамдар, сіздің клиентіңіз. Дәл сол адамдарға сіз таргетинг арқылы өзіңіздің жарнамаңызды көрсете аласыз. Яғни таргетингтің ең басты фишкасы бұл өзіңіздің аудиторияңызға дәл түсу. Одан кейін сіз шексіз жарнама жіберу арқылы өзіңізге шексіз клиент алып келе аласыз. Яғни бұл жерде басты минусы, яғни сіздің қалтаңызда қанша ақша бар, соншалықты жіберуге болады. Тіпті бір күннің ішінде 1 миллион теңге болсын, 2 миллион, 10 миллион теңге болсын құртуға болады. Яғни сіздің қалтаңызда қанша ақша бар, реклама қанша жұмсағыңыз келеді, сонша жұмсай аласыз. Таргетингті сізге көзбен көрсетейін, яғни бұл жерде Инстаграмның ішінде отырған кезде реклама деген жазуымен лентада посттар шығады, одан кейін историяда бір реклама деген жазуымен историялар шығады. Дәл сол секілді сіз сол посттардың барлығы бұл таргетингтік жарнаманың нәтижесі болып табылады. Яғни сіз таргетингті меңгергеннен кейін дәл сондай жарнама жасай аласыздар. Енді қараңыздар, таргетинг тек қана Инстаграмда ғана емес, ол жерде таргетинг Фейсбукта да бар, ВКонтактеде де бар, Одноклассники деген секілді бүкіл әлеуметтік желілерде де бар. Тіпті қарапайым мысалы біздегі ютубтың өзінің таргеттік жарнамасы бар. Бірақ оның аты контексттік жарнама деп аталады, яғни контекстная реклама. Осы бүкіл таргеттік жарнаманың ішіндегі ең тиімдісі бұл Инстаграмда және де Фейсбукта жасалатын жарнама болып табылады. Бағана айтып кеткендей, себебі бұл ең арзан, ең яғни қол жетімді, меңгеруге оңай құрал болып табылады. Одан кейін дәл қазір бүкіл аудиторияның барлығы бізде 6 жастағы кішкентай баладан 60 жастағы қарияға дейін осы Фейсбукта, Инстаграмның өзінде барлығы отырады. Сондықтан Инстаграм арқылы таргет жіберудің, жарнама жіберудің тиімділігі өте жоғары. Бүгінгі сабақта таргет туралы толық түсінік бердім. Келесі сабақтарда сіздер практикалық түрде Фейсбук арқылы қалай таргет жіберу керектігін және де телефон арқылы продвижение жасау арқылы телефоннан қалай таргет жіберу керектігін үйренетін боласыздар. Сау болыңыздар.